Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті барша араб тіліне қызығушылығы бар, араб тілін үйренемін деген барша ізгі жандар, өздеріңізбен такалюм кітабын оқуды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз 4-ші тараудың ішінде жүрміз, 2-ші сабағымызға келдік. Бүгін үлкен бір тақырыпты қарастырғалы отырмыз. Ол әл-джумлятун исмиятун. Қазақша айтылса есімнен басталатын сөйлемдер, есімді сөйлемдер дейміз. Есімді жалпы сөйлем дегенде араб тілінде, жалпы қазақ тілінде болсын, толық мағыналы, тұшымды ойы бар бір нәрсені айтуды мақсат қылған, бір басы бар, аяғы бар, ойы жинақталған құрылымды айтады, сөйлемді айтады. Джумлятун исмиятун болсын. Араб тілінде джумлятун исмиятун деген кезде бірінші еске түсетін нәрсе ол бастаушы және баяндаушы бар сөйлем. Яғни оны арабша мубтада және хабар делінеді. Бүгін өздеріңізбен осы мубтада және хабар тақырыбын азын-аулақ өткелі отырмыз. Мубтада хабар, мубтада деп отқанымыз бұл сөйлемнің басында келетін сөздер. Сөйлем басын, иптида деген сөз жүреді. Мубтада сөйлемнің бастаушы, сөйлемнің бастаушы. Ал хабар ол сөйлемнің баяндаушы, әрі баяндап келетін, хабарлап келетін. Мысалы, қараңыз, сіздің мысалыңызда келесі мысалдар берген екен, қараңыз. Әл-фатуру жахизун. Таңғы ас дайын. Әл-фуаду мағрибиюн. Фуат адамның аты. Қуат деп алайық, мысалы. Қуат мағрибтік дейді. Әл-байду фи сәлләжәти. Жұмыртқа тоңазғыштың ішінде. Әна ухиббу забадия. Мен забадияны жақсы көремін. Тамақтың аты ма не екен бұл, білмейді екен. Не екен? Хаза содиқи, бұл менің досым дейді. Мына жердегі сөйлемнің бәрі сөйлем, өйткені бұл жерде тиянақты ой білдіріліп тұр, тұшымды мағына бар. Және бұл жерде мубтада және хабар кездесіп тұр. Мына жерде осы сөйлемдердің барлығында алғашқы сөздердің бәрі бұлар мубтада болып табылады. Бәрі мубтада. Енді осыған қарап біз мынандай бір ереже шығарсақ болады. Мубтада болу үшін, сөйлемнің басында келу үшін алиф ләммен келу керек сөзіміз. Демесе жер, су, ел, жалпы есім, жер, су аттарынан болу керек. Бір нәрсенің. Немесе тағдамын алиф ләм. Болмаса дамирлер, ана, хуа, хума, хум деген дамирлер болу керек. Немесе есім ишаралардан болу керек. Есім ишара, хаза, хази, тилка дегендер бар еді, сілтеу есімдіктер. Осылардан болу керек. Ал мубтадан кейінгі білердің бәрі хабар. Мыналардың бәрі хабарлар. Хабарлап келіп отыр, баяндап келіп отыр. Мыналар бастауыш болып мұзы, мыналардың бәрі баяндауыш. Тағы бір түсіндіріп айтайын, мубтада хабар деп жатқанымыз бұл сөйлемнің негізі, тұшымды ой білдіретін, пайдалы, толық түсінігі бар сөйлем құру үшін қолданылатын екі сөйлем мүшесі. Мубтада және хабар. Мубтаданың ерекшелігі ол сөйлемнің басында келеді, бірақ сол мубтада болу үшін де бір шарттар бар. Сол шарттардың бірі мубтада алиф ләммен келу керек, немесе жер су аттары болу керек, немесе исім дамирлерден болу керек, немесе исім ишаралардан болу керек мубтада болу үшін. Хабарлардың бәрі бұлай келе береді. Хабарлардың бәрі мубтадан тауып алсаңыз, келесінің бәрі хабар болады. Бұны енді араб тілі синтаксисінде одан ары қарай негізі кеңірек қарастыратын боламыз. Бәжаттығына қарайық. Бұл жерде сіздерге мубтаданы белгілеп қойған, астарын сызып мубтаданы белгілеп қойған. Сіз мубтаданы мубтада белгілеп тұрғаннан кейін ары қарай хабарларды дұрыс орын-орнымен қойып шығасыз. Мысалы, бірінші сөйлемде қараңыз. Әна деген мубтада болып тұр. Фи беріп тұр. Әл-фасулия тұр. Ухиббулі ғадаар. Сонда бәрін қосып, әна ухиббу фасулия фил ғада деген сөйлем шықты. Онда хабарларын мағынасына қарай дұрыстап қойып шығу керек. Стопты басайық, орындауға кірісейік. Кеттік, екінші тексеріп шығайық. Біріншісі Мұхаммад деген мубтада болып тұр. Фи бар қахираба ядрусу жамиа. Сонда Мұхаммадун ядрусу фил жамиати қахирати.
Келесі айлат, Димашq бар, айлати бар, фи бар, таскуну бар, мәдинати бар. Айлати, мұптада кетті, таскуну фил мәдинати, Димашq. Келесі, бәйт бар, нахну бар, натанауалу фил аша бар. Қалай болады? Нахну натанауалу аша фил бәйти. Мисриятун сөз бар, уа бар, мурат бар, лайла бар, Туркия бар. Мурат деп жатқанымыз жерде не болып тұр? Мұптада болып тұр. Мурат уа лайла, Мурат Туркию кешіріңіздер, Мурат Туркию уа лайла мисриятун болады тұрсы. Ана асифатун я ана аби бар. Ана асифатун я аби, әкем, мен сізден кешірім сұраймын деген сөз. Енді мұптада хабар кішкене күрделілеу, сондықтан осыны қалдырайын, тәжаттығын үйге берейін. Мына жерде мұптада марфуқ, хабар марфуқ деп көрсеткен екен, раф, домамен бітеді деген сөз. Домамен бітіп отыр. Мына жерде бірінші мұптада берген, соның хабарларын тәжаттығында бірге тауып келесіз, үйге осы тапсырманы алайық. Мұптада хабар тақырыбын тағы да бір қарастырып келіңіз. Үйге тәжаттығы суретке түсіріп ортақ тапқа жібересіз. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.